13 тарау. Бел буып бастап кеткенмен, бұл ойдағыдай аяқталуы екі талай, аса бір күрделі іс еді. Оған қайтпас қайсар жүрек, батылдық керек. Өзінің өмірін, еркіндігін, қылаяғы бәстесудің ықтимал сәтті нәтижесін тәуекелге тігіп тұрса да, Фок мырза ештеңеден тайынбады. Серігі сэр Фрэнсис Кромарти де ер көңілді, шешімтал жан екен. Ендігі қалғаны тек жолбасшы ғана. Бұл істе ол кімнің жағына шығады? Үндіс әйелге көмектесуге ықылас таныта ма? Қол ұшын созбаған күннің өзінде қалыс қалса да жарар еді. Сэр Фрэнсис Кромарти мұның бәрін басын ашып сұрап алды. Генерал мырза, мен парсымын, бұл әйел де парсы. Мені де бірге ала жүріңіз. Бәрекелді, деп дауыстап жіберді Фок мырза. Алайда, деп сөзін жалғады жолбасшы. Біз тек өмірімізді тәуекелге тігіп тұрған жоқпыз. Егер ұсталып қалсақ, зор азапқа тап боламыз. Оны да естен шығармаңдар. Біз ол жайлы шешіп қойғанбыз, деп жауап қатты Фок. Меніңше жоспарымызды орындау үшін түнді күткен дұрыс сияқты. Мен де солай ойлаймын, деп қостады жолбасшы. Кең жүректі үндіс бұл байғұс әйел жайлы естіп білгенін түк қалдырмай айтып берді. Бұл ару Бомбейдегі парсы тайпасынан шыққан саудагердің қызы екен. Қалада таза ағылшынша тәрбиеленген, білімі мен инабаты Европа елдерінен кем түспейді. Оның есімі Ауда. Байғұс қыз жетім қалып, оны Бундельхандтың кәрі раджасы зорлықпен өзіне әйел қылып алады. 3 ай өтпей жатып, Ауда жесір қалады. Алдында не күтіп тұрғанын білгесін қашып шығуға тырысады. Алайда қолға түсіп, раджаның туыстары оны ешкім құтқара алмастай, ең азапты, ең қатал жазаға кеседі. Бұл әңгіме Фок мырза мен оның серіктестерін одан сайын ширатып, батылдандыра түсті. Жолбасшыға пілді Пеладжи ғибадатханасына барынша жақын апаруға тапсырма берді. Жарты сағат өтпей олар ғибадатханадан 50 қадамдай жерге келіп тоқтады. Ағаштың қалыңдығы сондай, жабайлар көрінбейді, бірақ олардың құлақты кескен ащы дауыстары естіліп тұр. Саяхатшылар отыра қалып байғұс әйелге қалай жету жайын кеңесті. Жолбасшы ол қамалып жатқан болуы мүмкін, ғибадатхананы білетін болып шықты. Қаптаған мына тобыр масайып ұйқыға кеткен кезде көп есіктердің бірінен кіре ме, жоқ әлде қабырғаны тесе ме? Оны сол сәтте шешуге уағдаласты. Бір нәрсенің басы ашық, әйелді қайткенде де бүгін түнде таң атпай тұрып, құрбандық шалмас бұрын алып шығу керек. Әйтпесе құтқару мүмкін емес. Фок мырза мен оның достары түн қараңғысын күтті. Ымырт үйірле, кешкі сағат 6-да олар ғибадатханаға барлау жасауға шықты. Ол жақтан қалжыраған діндарлардың дауысы әлі естіліп тұр. Өздерінің байырғы дәстүрі бойынша бұл адамдар хэнк деп аталатын қарасура тұнбасы қосылған сұйық апиынға сылқия тойып, қалың ұйқыға кетуі тиіс. Сол сәтте жылдам пайдаланып, ғибадатханаға байқатпай кіріп кетуге болады. Фок мырза Фрэнсис Кромарти мен паспорту барсының соңынан еріп, жымын білдірмей алға жылжыды. Олар ағаш арасымен бұқпантайлап, 10 минутта бір шағында өзеннің жағасына жетті. Шағдандардың жарығынан темекі тартқандардың сұлбасы, ар жағында өртеуге ыңғайлы етіп үйіп қойған ағаштар қарауытады. Хош иісті май жағылған бұл сандал ағашы ертең жағылатын алау еді. Оның қасында бақытсыз жесірі бірге өртелетін раджаның мәйіті жатты. Түн қараңғысы. Жүреміз, деп ақырын сыбырлады жолбасшы. Сақтығын екесе күшейткен ол серіктермен бірге қалың шөптің арасынан сыбдырын білдірмей алға жылжи берді. Мүлгіген тыныштық, тек желдің сыбдыры, жапырақтың сыбдыры ғана естіледі. Сәлден соң парсы ашық алаңқайдың шетіне келіп тоқтады. Бірнеше жерде жағылған от әлі сөнбепті. Алаңқайда мас күйде сұлап жатқан топырлаған үндістер. Әйелі, еркегі, балалары мыйдай аралас. Кейбір мастардың қорылдаған дауысы жер көшіргендей. Арғы жағында ағаштардың көлеңкесінен Пеладжи ғибадатханасы бұлдыр-бұлдыр көрініп қалады. Бірақ
Қырсық шалғанда Раджаның күзетшілері әлі сергек екен. Қылыштары салаңдап, қолдарына ала ұстап, есік алдын торуылдап жүр. Соған қарағанда ғибадатхана ішіндегі абыздар әлі ұйықтамаған сыңайлы. Храмның бұл жақ бетінен кіру мүмкін еместігін көрген парсы тоқтап, серіктерін орманның түкпіріне ертіп кетті. Филиас Фок пен сэр Фрэнсис Кромарти де ол ойын құптады. Олар бөгеліп сыбырлап кеңесе бастады. «Күте тұрайық», деді генерал. «Сағат әлі 8, түн ортасы болғанша күзетшілер де ұйқыға кететін шығар деп ойлаймын. Әбден мүмкін», деп қостады жолбасшы. Филиас Фок пен серіктері ағаш түбіне жайғасып сабырмен күтті. Уақыт өтер емес. Жолбасшы бірнеше рет бұларды тастап барлауға барып қайтты. Раджаның күзетшілері әлі сергек, шамдары сөнбеген. Ғибадатхана терезесінен әлсіз сәуле өлеусірейді. Бұлар түн ортасы болғанша табылжылмай күтті. Жағдай өзгеретін түрі жоқ. Қарауылдар бірте-бірте серги бастағандай. Күзетшілердің ұйықтағанын күтуден еш мағына жоғы айдан анық болды. Шамасы оларға ішімдік бермеген сияқты. Басқа тәсілге көшіп, ғимараттың қабырғасын тесу керек. Енді ғибадатханадағы құрбандықты аңдыған абыздар сырттағы күзетшілер сияқты ояу ма, жоқ па, соны білу ғана қалды. Жедел ақылдасқан құтқарушылар алға жылжыды. Топ алдында жолбасшы Фок мырза. Сэр Фрэнсис пен паспорту олардың соңынан ерді. Ғибадатхананың келесі жағынан бару үшін біршама жерді айналып өтті. Түн ортасы болғанда олар ғимараттың қабырғасына келіп тірелді. Жолай бірде-бір адам жолықпады. Бұл жерде күзет көрінбейді, бірақ есік те, терезе де жоқ. Тастай қараңғы. Өлеусіреген ай көкжиектегі шатқалдан төмен түсіп бұлтқа кіріп жоғалды. Биік ағаштар қараңғыны тіпті қоюлата түсті. Алайда ғибадатханаға ену үшін оны тесу керек. Бірақ Филиас Фок пен серіктерінде оны істейтіндей бәкіден басқа құрал жоқ. Абырой болғанда ғимарат қабырғасы кірпіш пен ағаштан қосарланып қаланған екен. Егер бір кірпішін құлатса, қалғаны оңай опырылады. Барынша дыбыс шығармауға тырысып, бәрі де іске кірісті. Ені 2 футтай саңлау жасау үшін парсы мен паспорту кесектерді құлата бастады. Жұмыс өнімді жүріп жатты. Алайда кенет храмның ішінен шыңғырған дауыс шықты. Сол сәтте оған сырттағылар тап сондай үнмен жауап берді. Паспорту мен парсы кілт тоқтады. Шынымен олар сезіп қалғаны ма? Бұл не өзі? Дабыл белгісі емес пе? Сақтық үшін олар жұмысын тастай салып, Филиас Фок пен сэр Фрэнсис Кромартидің соңынан ерді. Олар ағаштың арасына жасырынып, қайтадан іске кірісу үшін дабыраның басылуын күтті. Бірақ бұлардың сорына қарай храмның артқы іргесіне қарауылдар кеп тұрып алды да, үңгіп жатқан жерге жақындауға мүмкіндік бермеді. Жұмысын еріксіз тоқтатқан төртеудің өкінішін тілмен айтып жеткізу қиын. Тұтқынға таяп барудың жолы кесілді. Енді оны қалай құтқармақ? Сэр Фрэнсис Кромарти ызаланып жұдырығын түйді. Паспорту өз-өзіне келе алмай, жолбасшы оны әзер басып ұстап отырды. Фок мырза сабырлы қалпынан таймады, сезімін сыртқа білдірмеді. «Енді қайттық, кері қайтамыз ба?» деп сыбырлап сұрады генерал. «Басқа амал жоқ», деп қостады жолбасшы. «Күте тұрайық», деді Фок мырза. «Маған Аллахабадқа түске таман барсам да жетіп жатыр. Сіз мұнда не істей алам деп ойлайсыз?» деді сэр Фрэнсис Кромарти. «Бірнеше сағаттан соң таң атады, сосын...» «Бәлкім сәттілік соңғы минутта туатын шығар». Бригада генералы Филиас Фоктың ойын білгісі келді. Осы бір байсалды ағылшынның не ойлағаны бар? Өлім жазасына кескелі жатқанда жан ұшырып жетіп, жас әйелді жендеттердің қолынан жұлып алмақ па? Бірақ бұл дегенің адамның миына қонбайтын ақымақтық қой. Сондықтан оған жол беруге болмайды. Қалай болғанда да сэр Фрэнсис Кромарти істің ақырын күтуге бел байлады. Бұл жерде қалудан сескенген жолбасшы оларды манағы жасырынған алаңқайдың түкпір-түкпіріне қарай сүйреді. Мұнда бой тасалап отырғанда ұйықтап жатқандар назардан тыс қалады ғой. Ағаштың түбінде тығылып жатқан паспортуды бір ғана ой толғандырды. Ол найзағайдай осып өтіп барған сайын тереңдей берді. Әуелде ол неткен ессіздік деді өз-өзіне. Сосын мүмкін мұндай жабайлардың ішінде бұл жалғыз ғана мүмкіндік шығар деп
қайталады. Паспорту одан әрі басын қатырмады. Ұшы жерге тиіп тұрған бұтақтардан жыландай жылжып төмен қарай сырғи берді. Сағат артынан сағат өтіп, көп ұзамай таң біліне бастады. Елең алаң шақ, қараңғы әлі сейле қоймаған. Құрбандық шалар шақ туды. Ұйықтап жатқан үндістер қайта тірілгендей. Қараң-құраң адамдар топырлап, там-тамның дыбысы естілді. Әндету, айғай-ұйғай күшейді. Байғұстың жан тәсілім етер уақыты да келді. Осы сәтте ғибадатхананың есігі ашылды. Ішінен жарқ-жұрқ еткен сәуле шашырады. Фок мырза мен сэр Фрэнсис Кромарти құрбандықты екі діни қызметкердің жарқыратып сыртқа алып шыққанын көрді. Байғұс апиынның уытынан арылып, жендеттердің құрсауынан құтылмаққа ұмтылып, жұлқынып жатты. Сэр Фрэнсис Кромартидің жүрегі дүрсілдеп, денесі дірілдеп кетті. Жалма-жан Филиас Фоктың қолына сүйеніп еді, оның жүз ашылған бәкісін сығымдап ұстап алғанын сезді. Бұл кезде тобыр апыр-топыр болып жатыр еді. Қарасора түтініне тұншыққан жас әйел қайтадан талықсып кетті. Оны діни ғұрып жасап жатқан амалшылардың қатарына апарды. Филиас Фок пен оның серіктері шерудің ішіне кіріп араласып кетті. 2 минуттан соң олар өзен жағасына жетіп, Раджаның мәйіті жатқан алауға 50 қадам жетпей тоқтады. Буалдыр түнек арасынан ес-түссіз әйелді күйеуінің қасына қалай жатқызғанын да көрді. Сосын май жағылған ағашқа алауды әкеп тұтатқаны сол еді, лаулай жөнелді. Бұл сәтте сэр Фрэнсис Кромарти мен жолбасшы ойланбастан отқа қойып кетуге оқталған Филиас Фокты әрең ұстап тұрды. Кенет ешкім күтпеген оқиға болды. Филиас Фок те серіктерін серпіп жіберді. Шыңғырған дауыстардан төбе құйқа шымырлады. Үрей ұшқан тобыр жерге жата-жата кетті. Кәрі Раджа тірлік бетті. Бейне бір аруақ секілді орнынан тұрды да, жалма-жан жас әйелін қолына көтеріп, оттан алыс алып кетті. Будақ-будақ тұмшаланған түтін оны елестегідей қылып көрсетті. Мұндайды күтпеген көзбояушылар, абыздар зәрлері зәр түбіне кетіп, басын жерден көтере алар емес. Есінен айырылып қалған құрбандық әлеуетті қолда еркін тыныстай бастады. Фок мырза мен сэр Фрэнсис Кромарти тұрған орнында мелшиіп қалыпты. Үрей ұшқан жолбасшының басы төмен салбырап кеткен. Паспорту да қорыққаннан қалш-қалш етіп жатқаны күмәнсіз. Қайта тірілген Раджа Фок мырза мен генералдың қасына келген тұста айғай салды. Қашамыз! Қою түтіннің арасымен жүгірген бұл адам паспортудың нақ өзі еді. Қараңғыны пайдаланған паспорту осылайша жас әйелді өлім аузынан жұлып алып шықты. Елдің бәрі есінен адасып жатқанда ол өзінің рөлін тамаша ойнады. Төртеуі әп сәтте орманға зып беріп жүгіріп отырып піл тұрған жерге жетті. Айғай шу, қарғыс қарша борады. Фок мырзаның оқ тесіп өткен қалпағы оларға мұның бәрі қолық екенін ашып көрсетіп берді. Бұл кезде Раджаның денесі лаулаған отта жанып жатыр еді. Есін жиған діни қызметкерлер құрбандықтың қолды болғанын білді. Олар сол сәтте ақ орманға лап қойды. Қарауылдар іле ұрылардың ізіне түсті. Қуып келе жатып, дүркін-дүркін оқ атты. Алайда саяхатшылар жанұшыра алға жүріп, оқ жетпейтін жерге ұзап кеткен еді. 14-ші тарау. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де шығасың. Мақсат орындалды. Өзінің сәтті жүзеге асқан қолығы есіне түскен сайын паспорту күле береді. Сэр Фрэнсис Кромарти батыл жігіттің қолын ризалықпен қысты. Ал Филиас Фок мырза жақсы деумен шектелді. Джентльменнен мұндай мадақ естудің өзі аз мәртебе емес еді. Паспорту бұл істің бар абыройы менің қожайыныма тән деп жауап қатты. Бұрынғы гимнаст, өріс сөндіру жасағы сержантының бірақ сәтте бәлзамдалған кәрі Раджа жаста сұлу әйелдің күйеуінің кейпіне еніп кеткені кісі сенбес ғажайыптай өзіне де күлкілі көрінді. Ал үнділік жас әйел әлі есін жимады. Көрпеге оралған ол себеттердің бірінде шайқалақтап келе жатты. Өз-өзіне сенімді жігіт тізгіндеген піл қараңғы орманның ішімен бүлкілдей желіп келеді. Бір сағат өтпей олар жазық далаға шығып, сағат 7-де демалуға тоқтады. Келіншек болса өз-өзіне келе алар емес. Жолбасшы оның ерніне бірнеше тамшы ішімдік тамызып еді, есірткі түтінінің әсері оған да тырқамады. Қарасұра түтінінің қашанға дейін әсер ететінін білген сэр Фрэнсис Кромарти түк те алаңдаған жоқ.
Бұл әйелдің сауығып кететініне сенімді болғанымен, генералға оның алдағы болашағы бұлыңғырлау еді. Онысын Филиас Фоктен де жасырмады. Егер Ауда Үндістанда қалса, бәрібір өзінің жендеттерінің қолына түспей қоймайды. Мына түбек толы бытыраңқы орналасқан жанкештілер британдық полицияның қатаң бақылауына қарамастан, өз құрбандарын Мадрастан да, Бомбейден де, тіпті Калькуттадан да тауып алып, жазалап жатады. Бұл сөзінің дәлелі ретінде жақында болған оқиғаны тілге тиек етті. Генералдың ойынша, бұл әйел Үндістаннан тыс жерде ғана қауіпсіз өмір сүре алады. Филиас Фок мұны білетінін және дұрыс шешім қабылдайтынын айтты. Сағат 10-ға таман жолбасшы Аллахабад станциясына келгенін хабарлады. Үзіліп қалған темір жол осы жерден жалғасады. Аллахабад пен Калькуттаның арасынан пойыз бір тәулікке жетер-жетпес уақытта жүріп өтеді. Демек, Филиас Фок ертең 25 қазанда түс болмай Гонконгке аттанатын пароходқа дәл уақытында барады. Олар жас әйелді вокзалдағы бөлмелердің біріне орналастырды. Қожайыны паспортуға оған барлық керек жарағын, көйлек, шәлі, орамал, қолға не түсет, соның бәрін алуды тапсырды. Филиас Фок бұл мақсатқа қажысын аямады. Паспорту сол сәтінде қалаға шығып кетті де, керекті көшені бірден тауып алды. Қасиетті қос өзен Ганг пен Джамнаның түйіскен жерінде орналасқан Үндістанның ең атақты қалаларының бірі Аллахабад атауы Құдайдың қаласы дегенді білдіретін. Қажыға баратындар мұнда түбектің түкпір-түкпірінен ағылып жатушы еді. Рамаяна аңыздары бойынша Ганг бастауын 7 қат көктен алады. Брахманның рақымымен аспаннан жерге түседі. Қолға түскенін сатып алған паспорту Аллахабадты тез-тез аралап шықты. Қазір түрмеге айналған әйгілі бекінісін де көрді. Ертеректе бұл сауда мен өнеркәсібі жоғары дамыған үлкен қала болатын. Бүгінде сауда да өнеркәсіп те құлдыраған. Паспорту Regent Street'тегідей сән дүкендерін іздеп, босқа сандалып, ақыры мылқау еврейдің ескі дүңгіршегіне келіп, Шотланд матасынан тігілген көйлек, кең пәлте, тағы сондай киім-кешек алды. Әсіресе тон керемет екен, оған ойланбастан 75 фунт стерлинг төледі. Содан соң мәз-мейрам болып, салтанатты түрде вокзалға оралды. Ауда ақырындап ояна бастады. Пеладжи ғибадатханасында діни қызметкерлер мәжбүрлеп берген есірткінің уыты әлсіреп, үндіге тән ұяң да әдемі көздеріне нұр жүгірді. Бірде ақын патша Усаф Уддаул Аменагар патшайымының сұлулығын дәріптеп былай деген екен. Қағаздай ақша бетін, балғын иек, жұмыр мойын, қақтаған ақ күміс кең маңдайын қаққа бөліп, тілерсегіне түскен қою қара шашы жасырып тұр. Ал қиылған қара қастары махаббат құдайы Каманың кере тартылған садағының бауындай. Жібектей желпіген ұзын кірпіктерінің астында мөлтілдеген тана көздері төбесінен ніл аспан төңкерілген Гималайдың киелі көлдеріндей тереңде тұнық. Жымиғанда мінсіз қашалған меруерттей аппақ тістері жарқырайды. Еріндері жартылай ашылып, таңғы шық тұнған анар ағашының гүліндей. Оның кішкентай құлағының өзі әдемі. Қызғылт қолдары мен шап-шағын аяқтары лотостың бүршігі мен галконданың керемет гауһарындай немесе цейлонның інжуіндей көздің жауын алады. Құшақтасаң бір білегің жететін тал шыбықтай солқылдаған қыпша белі, бөксесі мен аршын төсін ерекше айқындап тұр. Гүлді-гүлді жібек көйлек жасырған сымбатты, мінсіз құлын мүшесін мәңгіліктің мүсіншісі Виквакарма таза күмістен өз қолымен құйғандай. Дәл бұлай ақындарша әсірелемей Европа түсінігімен айтқанда, Ауда ханым Бундельханд раджасының жесірі, шынында да өте сүйкімді әйел. Жолбасшы жігіттің қалада тәрбие алды дегені бекер емес екен. Ол ағылшын тілінде таза сөйлейді. Пойыз жүретін уақыт тақап қалды. Жолбасшы есеп айырысуды күтіп тұр. Фок мырза келіскен бағадан бір тиын артық төлемеді. Мырзасының жолбасшыға қаншалықты қарыздар болып қалғанын білетін паспортуды бұл қатты жабырқатты. Шынында да парсы жігіт өз еркімен өмірін қатерге тікті. Ауданы Пеладжи храмынан ұрлауға тәуекел етті. Егер мұнысын жанкештілер біліп қойса, қайткенде де кек алмай қоймайды. Онда жігіттің қашып құтылуы қиын.
Ендігі қалғаны Киуни, әкесінің құнындай бағаға сатып алған пілді қайтпек. Бұл мәселені Фок мырза шешіп те қойған екен. Парсы жігіт, деді ол жолбасшыға. Сен бізге жан аямай, шын беріліп қызмет көрсеттің. Мен сенің еңбегіңе ақыңды бердім, бірақ жанқиярлығың үшін төлеген жоқпын. Мына пілді аласың ба? Ол сенікі. Жолбасшының көзі жыбылықтап кетті. Сіздің рақымыңыз шексіз, сіз мені иен байлыққа кенелттіңіз, деді ол дауысына діріл араласып. Ала ғой жолбасшы, деп үн қатты Фок мырза. Мен бәрібір сіздің алдыңызда қарыздар болып қаламын. Міне тамаша, деп риза болды паспорту. Ала ғой достым, Киуни күшті де батыл жануар. Сосын пілге жақындап барып бірнеше кесек қант берді. Мә Киуни, мә. Піл рақаттана мекіренді де тұмсығымен паспортуды белінен орап алып, басына дейін көтерді. Паспорту қорықпады. Ақырындап жерге түсірген жануарды сипалап, екеуі бір-бірімен қимай қоштасты. Сәлден соң Филиас Фок, сэр Фрэнсис Кромарти мен паспорту жайлы вагонға орналасты. Олардың қасынан Аудаға да ыңғайлы орын бұйырды. Пойыз бар екпінімен Бенареске қарай заулап барады. Бұл қаланы Аллахабадтан бөліп тұрған 80 мильден астам қашықтықты 2 сағатта жүріп өтті. Есірткінің күші толығымен тарқаған жас әйел есін жиып, өз-өзіне келді. Үстіне европалық киім киіп, мүлдем бейтаныс адамдардың ортасында пойызда кетіп бара жатқанын көрген оның таңданысында шек болмады. Күш беру үшін серіктері ең алдымен оған бірнеше жұтым ликер жұтқызды. Содан соң генерал болған жағдайды бастан аяқ баяндап берді. Филиас Фоктың оны құтқару үшін еш ойланбастан өмірін қатерге тіккенін ерекше атап өтті. Сондай-ақ бүкіл әрекетті бақытты нәтижемен аяқтаған паспортудың батылдығын, тапқырлығына борыштармыз деп түйіндеді. Фок мырза сөзді бөлмей тыңдады. Паспорту ыңғайсызданып, өзінің әрекетін неткен есерлік деп еске алып, басын шайқай берді. Ауда сұлудың сөйлеуінен жылауы көп болды. Егіле отырып, өзін ажалдан құтқарып қалған жандарға ыстық ықыласын білдірді. Оның шексіз ризашылдығы мөлдіреген жанарынан айқын сезіліп тұрды. Әйтсе де соңғы уақытта басынан өткен оқиғалары ойына түсіп, келіншек өзін күтпеген қауіп-қатерлер күтіп тұрған үнді жеріне үрейлене қарап, қорыққаннан қалшылдап кетті. Келіншектің көкейіндегісін айтқызбай ұққан Филиас Фок сабырға шақыратын бейтарап баяу үнмен оны Гонконгке дейін апара алатынын, ол жерде қалып, өткен шақты ұмытуға болатынын жеткізді. Миссис Ауда бұл ұсынысты қуана-қуана қабылдады. Айтқандай, оның Гонконгте тұратын парсы туысы бар екен. Кәсібін ағылшын қалаларынан бастап Қытайға дейін жеткізген алпауыт саудагер көрінеді. Сағат 1 болмай пойыз Бенареске келді. Брахмандардың аңызына сенсек, бұл қала ежелгі Казидің орнында орналасқан, сондай-ақ бір кездері Зенит пен Нәдір арасындағы кеңістікте Мұхаммедтің бейіті сияқты қалқып тұрған екен. Қазіргі дәуірдің шынайы көзқарасымен қарасақ, Бенарес Үндістанның Афинасы іспетті. Оның қарабайыр сипаттағы, қалай болса солай салынған талғамнан жұрдай, қалаға жабырқау киіп беріп тұрған кірпіш үйлері мен қамыстан өрілген лашықтарын паспорту әп-сәтте шолып шықты. Сэр Фрэнсис Кромартидің сапары осы жерден аяқталды. Ол бара жатқан әскери бөлімнің пәтерлері қаланың теріскейінде бірнеше миль жерде екен. Бригада генералы Фок мырзамен қоштасып, сапарының сәтті аяқталуына тілектестік білдіріп, болашақта бұдан да гөрі нақты әрі пайдалы мақсатта сапарға шығады деп үміттенетінін айтты. Фок мырза серігіне селқос қана қол берді, ал Ауда ханым барынша ыстық бейіл танытты. Келіншек сэр Фрэнсис Кромартиді ешқашан ұмытпайтындығын, оның алдында өзін қарыздар есептейтіндігін жеткізді. Ал паспортуға келсек, генерал оның қолын құшырлана қысты. Жас жігітте қарап қалмай, барынша адал ықыласын білдірді. Одан әрі саяхатшылар екіге айырылды. Бенарестен шыққасын пойыз біраз уақыт Ганганың аңғарымен жүрді. Күн шайдай ашық. Терезеден Бихардың сан алуан құбылған табиғатын тамашалауға қолайлы, жасыл желек жамылған таулар, арпа, жүгері, бидай алқаптары, аллигаторлар мекендейтін көлдер, гүл жайнаған ауылдар мен ну ормандар көз жауын алып қапталда қалып барады. Бірнеше піл мен арқасы шодырайған зебулер киелі судың ішінде тұр.
Қасында еркек әйелі аралас топ. Күзгі салқын түскеніне қарамастан, қасиетті өзенде салттық рәсімдерін жасап, жуынып жатыр. Бұл нанымдағыларды буддизмнің қас жауларын, брахман дінінің шынайы жақтаушыларын, Вишну күн құдайына, Шива табиғаттың күшін кейіптеу құдайына, брахман діни қызметкерлер мен заң шығарушылардың құдіретті билеушісіне иланушылар деп үш түрге бөлуге болар еді. Ал осы брахман, Шива, Вишну құдайлар ағылшынданған қазіргі Үндістанға Ганганың киелі өзенін лайлап, аспанда ұшқан шағаласын шошытып, жағасында жыбырлаған тасбақасын үркіткен ыңыранған кемелерге, су бетінде шашылып жатқан табынушылардың мәйітіне қалай қарар еді. Осындай таңғалдырар көріністер поезд терезесінен бір жылт етіп қалып жатты. Паровоздан ұшқан будақ-будақ түтін кейбір ұсақ түйекті көзден жасырды. Саяхатшылар Бенарестен оңтүстік шығысқа қарай 20 миль қашықтықта жатқан Чунар қорғанын, Бихар, Газипур раджасының ежелгі қамалдарын, оның май, иіс су шығаратын зауыттарын, сондай-ақ Ганг өзенінің сол жағалауында асқақтап тұрған лорд Корнуоллистің қабірін танып үлгерді. Бекіністі Буксар, Патна қаласы, апиынның негізгі базары орналасқан ірі өнеркәсіптік және сауда орталығы Манчестер немесе Бирмингемді еске салатын әрі әртүрлі зеңбіректер мен суық қарулар шығаратын шойын құю зауыттары мен фабрикаларымен әйгілі еуропаланған Монхир қаласы да мен мұндалайды. Олардың биік-биік мұржалары брахмандардың аспанын ластап, ыстап жатыр. Қиял ғажайыптар еліне көрсетілген зәбір ғой бұл. Қою қара түн. Паровоздан қорқып ыңыраған жолбарыстар мен аюлар, ұлыған қасқырлар. Пойыз бар жылдамдығымен заулап келеді. Бұдан әрі Бенгалияның кереметтерін, паспорту мақтанышпен қараған, отанының туы ілінген Үндістан аумағының Францияға тиесілі нүктелері, Галконданында, Гурдың қирандыларында, бір кездері Астана болған Муршидабадты да, Бурдванды да, Хуглиді де, Шандарнагорды да көру мүмкін болмады. Пойыз таңғы 7-де Калкуттаға келіп тоқтады. Гонконгке баратын кеме зәкірін түсте суырады екен. Филиас Фоктың әлі бақандай 5 сағаты бар. Біздің мырзаның түзген кестесі бойынша Үндістан астанасына Лондоннан шыққаннан кейінгі 23-ші күні, яғни 25-ші қазанда келуі керек еді. Ол тура межелген мерзімде жетті. Ұтқан да жоқ, ұтылған да жоқ. Лондон мен Бомбей арасында үнемдеген 2 күнді бізге белгілі себептермен Үндістанда жұмсады. Ол үшін Филиас Фоктың өкінбегенін өздеріңіз де сезіп отырған боларсыздар.